Саламатсыздар ма, әріптестер? Сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Бүгін мен сіздерге мұғалімдерге қажетті, пайдалы сайтпен бөліскім келеді. Бұл сайттың аты Постнаука деп аталады. Сайт орыс тілінде әрине. Бұл жерде сіздер ғалымдар қысқа бейнематериалдарда барлық ғылыми құбылыстар туралы ақпараттар береді. Мұнда сіз жаратылыстану және гуманитарлық пәндерді оқытатын мұғалімдеріне арналған материалдарды көре аласыздар. Мысалға, физик Дмитрий Казаков қазіргі физика тілі туралы ақпараттар көбіне айтады, ал лингвист Анастасия Гонч Осмоловская лингвистикадағы үлкен деректер туралы сөз қозғайды. Осы сияқты осы сайтқа кіріп қарайтын болсаңыздар, бұл жерде көптеген ақпараттар ала аласыздар. Мысалы, постнаукада 15 тақырыптық бөлім бар. Атап айтқанда астрономия, биология, тарих, ми, психология, құқық, әлеуметтану, физика, тіл, мәдениет, математика, медицина, экономика, философия, химия. Мінекей осы тақырыптық бойынша бөлімдерде әртүрлі танымдық ақпараттар ала аласыздар. Осы сайтта видеодан басқа мақалалар, тіпті ойындарда бар. Осы сайтқа ең бірінші тіркеліп аласыздар. Тіркелгеннен кейін өзіңіздің жеке кабинетіңіз ашылады. Мінекей әртүрлі мен айтқан тақырыптық бөлімдер. Бұл жерде мына гид деген жерге кіретін болсаңыздар, әртүрлі тақырыпта бейне материалдар бар. Академия бөліміне кіретін болсаңыз, осы жерде арнайы курстар ғалымдардың дайындаған. Бұл сайт көбінесе әрбір мұғалімнің өзінің дамыту үшін, кәсіби деңгейде іздену үшін арналған өте керемет сайт. Осы сайтқа тіркеліңіздер, танысыңыздар, ақпараттар сіздерге пайдалы болсын.